Найробидің дәл жүрегінде зәулім бизнес орталықтары мен бай аудандарға тіреліп тұрған, бірақ мүлде басқа заңмен өмір сүретін бір әлем бар. Оның аты Кибера. Кибера Африкадағы ғана емес, бүкіл әлемдегі ең ірі лашықтардың бірі. Мұнда нақты қанша адам тұратынын ешкім дөп басып айта алмайды. Кибераның ішіне кірсең, тіршілік үшін күн сайын жүріп жатқан үнсіз күресті көресің. Ішінде адам болмаса болды деймін да. Бұл бір үй жанат болса, қалған үйдің бәрі жанып кетеді қазір. Қоқыстың үстіне тұрғызылған үйлер. Бірақ соның арасында үміт те, күлкі де, өмірге деген құштарлық та бар. Мен, Ерасыл Миразбек және Бахадыр Расулов осы шығарылымда Кибераны сыртта емес, ішінен көреміз. Жергілікті тұрғындармен тілдесіп, олардың күнделікті өмірін, арманы мен шындығын бірге сезінеміз. Қоқыстың үстіне салынған Африканың ең үлкен лашықтарының бірін бірге аралайық. Достар, менде бір өтінішім бар. Осы мен шығарылымдарым ұнап жатса, міндетті түрде арнама тіркеліп кетіңіздер, қоңыраушаны басыңыздар. Менің арнамда өте пайдалы және қызықты шығарылымдар қазақ тілінде шығады. Ал мен болсам, барып ары қарай түсірейін. Таңғы сағат 6:45. Біз қазір Африканың ең үлкен лашықтарына бара жатырмыз. Қасымызда енді қазір Баха. This is our friend, Yeah. Osman. Abzid Osman. Osman, yeah, we will... Welcome to Kibera. Yeah. Osman біздің дос, осында Кибераны көрсететін адам. Біз қазір Кибераға бару үшін автобуспен барамыз. Мынандай автобустардың аты Матату. Бұл жерде кәдімгі ішіне кірсең музыка, Wi-Fi да бар, кәдімгі. And how long will you wait? Like 10, It's 15 minutes. 15 minutes? Yeah, to Kibera. Okay. Біз қазір автобус күтіп тұрмыз. Өйткені бағанағы келген автобусқа біз үлгермей қалдық, орын жетпей қалды. Сондықтан қазір екінші автобус келеді. Біз сол автобуспен біз Африканың ең үлкен лашықтарына барамыз. Оның аты Кибера. Бұл енді қызықты болмақ. Сол жақтағы өмірді көреміз, сол жақтағы тағамдарды жейміз, көреміз. Қазір барамыз. Бұл жерде автобустың екі түрі бар екен. Мынандай автобустар, бұл тек қана андай кәрі адамдарға. Тағы бір түрі бар, оның ішінде кәдімгі музыка айқайлап ойнайды, ол жастарға арналған екен. Найробида таңертеңгісі адам өте көп. Көбісі қаладан орталыққа барады, сосын біз сияқты орталықтан Кибера жаққа барады. Сондай. Сіздерге бір қызық айтып берейін. Кениядағы автобус мәдениеті туралы. Кенияда автобус жай ғана А нүктесінен Б нүктесіне жеткізетін көлік емес. Ол көше өнерінің көрінісі. Оның аты матату. Әр мататудың өзіне ғана тән стилі, өз атауы бар. Мысалға, екі матату бір-біріне мүлде ұқсамайды. Оның сыртқы бейнесі тұтас бір визуалды әңгіме. Қабырғасында түрлі граффити, заманауи музыкалық артистердің бейнелері, діни символдар, футбол жұлдыздары мен клуб эмблемалары. Мұның бәрі Кения қалаларының, әсіресе Найроби мегаполисінің өзін-өзі таныту, өзін көрсету тәсілі. Матату кениялық жастар үшін сахна. Қай көлік әсерлі, қайсы батыл, қай мататудың ішінен музыка қаттырақ шығады. Мұның бәрі бейресми, бірақ өте қызу бәсекенің өлшемдері. Қысқасы, әр матату жүргізушінің мінезі мен талғамының көрінісі. Мататуға міну Кенияны танудың ең шынайы жолдарының бірі. Ал біз Кибераға шықтық.
осындай автобустың бағасы шамамен 30 шиллинг. Бірақ ең қызығы бұл жерде мысалға бізде Mysteryman деген автобусқа отырдық. Бұл ішіндегі бүкіл өлеңдер андай лой-фай, андай қиялы өлеңдер. Мысалға сіздер Kendrick Lamar'дың немесе 50 Cent'тің автобус отырсаңыздар, соның ішінде тек соның ғана өлеңдері ғана болады. Осымен енді автобус мәдениеті, Найробидағы, Кениядағы автобус мәдениеті осымен қызық. Әр автобустың өзінің бір тарихы бар. Сондай жағдай. Біз қазір Киберге бара жатырмыз. Қазақ өлеңдерін қостыртпады бізге. Өйткені бұл жерде Mysteryman'ның автобусы. Біз Киберге келдік. Енді таңертеңгісі біз тамақтанған жоқпыз. Сондықтан біздің Бахадыр қарның ашты ғой сенің? Қарным ашып кетті. Тамақ жеген жоқпын. Сол үшін біз бар ғой қазір мандази дейміз. Мандази жейміз. Бұл мандази дегеніміз бұл Африканың бауырсағы. Кәдімгідей біздің бауырсақ сияқты тәтті. Бізде жасалатын бауырсақ, дәл өзі. Мысалға міне тура жасап жатыр. Мандазини тек таңертеңгісі ғана жасайды екен. Осылай жолдың қасында адамдар жұмысқа бара жатқан кезде тамақтанып алу үшін осылай далада біздің қазақтың бауырсақтарын жасайды екен. Өте қызық енді ол мандази. Енді Баха әдеттегідей қарны ашты. Қарны ашқаннан бар ғой, мен қазір көмектесемін істеуді. Жаңа келісіп алдық. Баханың қарны ашса бүкіл ішін тоқтатады да барып тамақ жейді. Сол сияқты қазір Кибераға бара жатқанбыз. Тамақ көрді де тоқтап тамақ жеймін дейді. Brother, can I help you? Бұл кәдімгі біздің бауырсақ сияқты, міне, қараңыздар. Нені кесіп жатырмын дайындап. 4 бұрыш болады. Міне. Оп. Бәрі біздікіндей. Қолымнан көп нәрсе келмейді, бірақ істеп көрейін енді. Баха айтамда жұмысын тастап ошаққа келіп жұмысқа орналасты деймін де. Енді бұл бауырсақтардың дәмдері қандай болады екен? Кәдімгі біздің бауырсақ. Ешқандай айырмашылығы жоқ, бірақ оны үлкен қылдырып жасайды екен. Мысалға міне салды. Қамырды бауырсақты кесіп болғаннан кейін мынаны салдық. Енді кішкене аударып қарап тұрамыз. Беріп жатырмын, терлеп тұрмын мына жерде отта. Міне. Бір мандазинің, бір бауырсақтың бағасы 10 шиллинг екен. 10 шиллинг дегеніміз, оны төртке өтеміз 40 теңге. 40 теңгенің бауырсағын қазір 10 бауырсақ алып, таңғы асымызды осы бауырсақтармен бастаймыз. Майлы бауырсақтармен. Кәдімгі. Бірақ бұл жерде майды қайдан алады екен, олар таза ма екен деген сұрақ болуы мүмкін. Ол сұраққа біз жауап таппаймыз. Баханың қарны ашқан соншалықты оған бәрібір кірма, лас па, жей берем дейді. Тап-таза жоқ, қай жағы лас, қарашы мынаны. Біздің кәдімгі ауылдағындай не бар андай, бауырсақ пісіретін бар, қазан бар, от бар. Бәрі біздікіндей ғой, ештеңе айырмашылығы жоқ. Мандази алайық. Он мандази алатын болды. Енді кешіріңіздер, бұлар дәретханаға барып келгеннен қолын жумай жасаса, сонда көрер едім Баханың айтқан сөздерін. Бұл жерде бар ғой, қазір біз тұрған жер негізі мұсылмандар тұрады, сол үшін бұл жерде таза. Аяқ қолдан бәрін жуып келеді, тап-таза болып. Күн шықты, қазір енді бауырсақтың дәмін көрейік. Кәдімгі біздің бауырсақ па, немесе кішкене өзгешелігі бар ма? Мен негізі таңертең қолым жуған жоқпын. Ыстық па? Біліп едім, ыстық екен. Ұқсайды? Біздің бауырсақ Тәттілеу келген. бірақ ішіне қант қосқан. Ішін қараңызшы. Жұмсақ. Кәдімгі қазақтың бауырсағы. Бірақ бұл жерде біздің бауырсақтар көбінесе бұл жердің бауырсақтардың бір айырмашылығы қалың болып келеді екен қамыры. Мысалға мен андай бауырсақ үйреніп қалғам. Ішінде ауасы болатын бауырсақтар болады ғой. Біздің қазақи деген сияқты. Енді бұл жерінде өзінің өзгешелігі бар екен. Киберде болып жатсаңыздар, міндетті түрде осы мандазины сатып алып,
жеңіңіздер. Біз қазір кейбір... Түф. Естен сөйлей алмай жатырмын. Біз қазір Кибераның ішіне кірейін деп жатырмыз. Енді ең бірінші көзге түсетіні ол бұл жерде қоқыс өте көп. Қоқысты бүкіл жерге тастай берген. Енді иісіз деген, енді өздеріңіз білесіздер ғой. Қоқыс көп тұрған жерде иісі қандай болады екен. Бақаның түрі... Мен бауырсақ жеп келетірмей. Мен барғандай тамақ жей беремін, мынандай лас жерде. Андай эмоциональный нем жоқ та. Бірақ мына жердің енді кәдімгі қараш, айналасын кішкене емес, мусор көп. Қоқыс, иіс. Менің есімім Осман. Мен Киберада дүниеге келдім. Дәлірек айтсам, ата-анам осы жерде туған. Мен Кибераның 5-ші буыны болам. Кибераның халқы шамамен 1 миллионға жуық. Ал Кибераның өзі 13 ауылдан тұрады. Солай. Кибераның алғашқы қоныстанушылары нобиліктер. Мұндағы адамдар көптеген қиыншылықтарға тап болады. Кедейлік, ауру, сырқау және басқа да қиыншылықтар. Мен шынымды айтсам, адамдарды тек кедейлікті көрсету үшін алып жүргенді ұната бермеймін. Керісінше, Киберада тұратын адамдардың қаншалықты креативті, қаншалықты жаңашыл екенін елге көрсеткім келеді. Менің қалайтыным осы. Бұл жердің тарихы 150 жылдан асады. Мен өзімде нубилікпін. Мен мысалы Кибераның алғашқы қоныстанушыларының ұрпағы болам. Керемет. Ал қазір қайда барамыз? Дәл қазір біз Машимони ауылына барамыз. Салимнің үйіне барамыз. Және сіздер ол жерде оның үйінің қандай екенін көретін боласыздар. Және ол жерге барғанда еркін араласыңыздар. Салиммен сөйлесіңіздер. Және бәрі жақсы болады. Уайымдамаңыздар. Кибераға қош келдіңіздер. Кибера бұл мүмкіндіктер мекені. Мұндағы адамдар өте зерек келеді. Олар өз болашағы туралы көп ойлайды. Қанша қиындық көрсе де, олар, яғни Кибера халқы бір-бірімен өте бейбіт өмір сүреді. Карибу Кибера. Кибра. Дұрысы Кибра болады. Иә. Бұл темір жол туралы айтып берсеңіз. Бұл темір жол туралы айтатын болсақ, ол кемінде 100 жылдан бері жұмыс істеп тұр. Ол әлі де белсенді. Пойыз бұл жерден күніне 3 рет өтеді. Иә, 3 рет, күніне 3 рет. Қай жақтан қай жаққа? Кампалаға дейін жүк тасымалдайды. Кампала, Уганда. Сонымен қатар жолаушылар пойызы да бар. Адамдар әртүрлі бағыттарға қатынай береді. Ол бір жерде тоқтай ма, әлде өтіп кете ме? Иә, ол осы жерге келіп тоқтайды. Достар, Aviasales KZ-тің телеграм-каналына тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені ол жерде ең арзан билеттерді сатып алуға болады сілтеме арқылы өтіп. Сондықтан саяхаттағыларыңыз келсе, біз сияқты сол телеграм-каналдарына тіркеліп кетіңіз. Сілтемені мен астында қалдырамын. Бұл жерде енді халқы енді кішкене өте кедей өмір сүреді екен. Үйлердің бәрі қаңылтырдан жасалған. Бақа бір ауыз сөз. Бір ауыз сөз дегенде бар ғой. Бұл жердегі тұратын адамдар бар ғой. Былай кедейлік болса да айналада өздерінің несі бар, андай. Не деп айтсақ болады? Андай көңілі, андай жұмсақ та адамдармен сөйлескісі келеді. Әңгімелескісі келеді, жаңағы бізбен күліп, ойнап, анау-мынау солай істеп жүрді. Андай негатив жоқ та, негатив жоқ. Бірақ сасайыс бар. Бұл жерде адамдар андай позитивный болса да көбісі түскісі келмейді камера. Сол үшін біз өзімізді көбірек түсіреміз да, адамдарды азырақ түсіреміз. Солай. Yes, hi. Jumbo. How are you? Good. Hey, buku
na sasa wewe unapita tu wewe sema Unajieleza mama. Қазір біз Кибераның ішіндеміз. Бұл жерде адамдардың қалай өмір сүретінін, үйлерінің ішіне кірейік, үйлерінің ішінде қандай екенін соның бәрін көріп, кішкене бұл жердің халқымен сұхбаттасайық. Енді бір көріп тұрғандарыңыздай, олардың үйлерінің іші осындай, Кибераның іші. Мына жерде қарасаңыз заттардың бәрін о жаққа жинап қойған. Мына жерде су тасуға арналған осындай пластикалық бөтелкелер, үлкен бөтелкелер. Okay, welcome guys. Thank you, Santi. Yeah. Салим, Киберада өмір сүру туралы айтып берсеңіз. Киберадағы өмір өте қиын. Біз кедейлік шегінен төмен өмір сүріп жатырмыз. Енді, мысалы, сіз жаңа ғана келдіңіз ғой. Ал менің таңғасым бір бөтелке тазартылған су ғана. Қазір ең үлкен ойым таңғы асқа не табам деген сұрақ. Сондықтан да Кибера әлемдегі ең үлкен лашық деуге де болады. Кейбіреулер оны екінші орынға қояды, ал біз үшін ол сөзсіз бірінші орында. Киберадан үлкен лашық жоқ. Сондықтан мұндағы өмір өте күрделі. Жұмыс табу үлкен мәселе. Бұл шындық. Екіншіден, тамақ табу да күн сайынғы күрес. Күннің соңында, егер қолыңа бірдеңе түссе, соған шүкіршілік етесің. Алайда, осындай қиыншылықтарға қарамастан бәрі бақытты ғой. Иә, дұрыс айтасың. Иә, рас, бірақ бұл шынайы бақыт емес. Кейбіреулер ішіндегі күйікті көрсетпей, бәрі жақсы сияқты өмір сүреді. Иә, бірақ та шын мәнінде ондай емес. Кейде адамдардың көңілді болып көрінуі, тек уақытша көмекке, бір ретті қолдауға байланысты. Иә, бұл шындық. Өзіңіз жұмыс істейсіз бе? Иә, бірақ тұрақты жұмысым жоқ. Иә, мен күндік жұмысшымын. Бір апта жұмыс болса, бір апта үйде отырам. Тұрақты емес. Қай жерде жұмыс істейсіз? Қай жерде бір жұмыс шығып қалатын болса, сол жаққа барам. Кейде мына жақта, кейде ана жақта дегендей. Отбасыңыз бар ма? Иә, отбасым бар. 2 қызым бар. 1 ұлым бар. Иә, сол үшеуі де мектепте оқиды. Иә, солай. Иә, менің жұбайым кішігірім кәсіппен айналысады. Таң атпастан жұмысқа барады. Ол бізде нені сатады? Жеміс сатады, иә. Иә. Балаларыңыздың білімі қалай? Білімі дейсіз бе? Қазір Кенияда CBC деген жаңа білім беру жүйесі бар. Жүйе жаман емес, бірақ өте қымбат десек те болады. Иә, өте қымбат. Себебі күн сайын ата-аналардан бірдеңе сұрайды. Дәптер дегендей, құрал жабдық немесе материалдар, үкімет қаржы бөлеміз дегенімен, бірақ ол өте аз. Бірақ ақыр соңында бәрі ата-ананың мойнына түседі десек те болады. Ай сайынғы табысыңыз қандай? Айына 8.000-нан 12.000-ға дейін. Мен көп жұмыс істеуім керек, бірақ бәрібірде бұл ақша жеткіліксіз. Барлығы тамаққа, балалардың оқуына және үйдің жалдау ақысына кетеді. Осы бір бөлмелі үйдің жалдау ақысы қанша? 4500 шиллинг. Осы бір бөлме ғой. Иә, бір бөлме, бүкіл отбасым осы жерде тұрады. Өз уақытыңыздағы білім мен қазіргі білімді салыстырсаңыз айырмашылық бар ма? Иә, әрине, біздің кезімізде қазіргі кезбен салыстырсақ, біздің кезде оқу өте арзан болған. Бірақ қазір өте қымбат. Ал сапа жағынан, біздің кезімізде білім сапасы болатын. Қазір балаларға жүк тым көп. Мысалы, 4-ші сынып оқушысының сөмкесіндегі кітаптардың ішінде, иә, шын мәнінде 2-3 пән ғана бар. Ал біздің кезде 8 пәнді де толық меңгеруге тырысатынбыз. Сізді негізі не бақыт етеді? Енді өмірде ме әлде?
өмірдің осындай жағдайында сізді не бақыт етеді? Мені бақыт ететін біріншіден арзан тамақ. Бұл жерде басқа бай аудандарға қарағанда азық-түлік қолжетімді. Ал екіншіден, егер жолақы болмаса, қалаға жаяу бара саласың. 45 минутта жетесің шамамен. Егер жұмыс болса да, мүмкіндік болса да, бәріне жаяу жетуге болады. Және де осыны біз кибралықтар біздің артықшылығымыз деп қабылдаймыз. Өзіңізді Киберадан тыс жерде елестете аласыз ба? Бәлкім, Алла қаласа. Иә, Балаларыңыз қай мектепте оқиды? мемлекеттікте. Мен олардың болашағына қатты үміт артам. Балаларымның бірі министр болса, немесе бірі депутат болса екен деймін. Мысалға, менің ұлым ғылымға өте жақсы. Ол маған үнемі әке, мен дәрігер болғым келеді деп айтады. Және де мен оған сол үмітті берермін деп үміттенем. Рахмет. Осындай кішкентай бөлмеде бұл жерде 5 адамдай тұрады. Бүйтіп қарасан енді жағдай өте ауыр. Енді ең тағы бір қызығы Кибераның бүкіл жерінде мұсылмандар тұрады. 80-90% мұсылмандар. Менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл арнада қызықты және керемет шығарылымдар шығады. Қолдап кетіңіздер. Кибера Найробидің ең қараңғы беті. Бұл жерге аяқ басқан сәттен бастап ауа өзгереді. Сасық иіс, дымқыл қаңылтыр, лай мен лас су араласқан тар көшелер. Көшелер деген аты ғана. Екі адам қатар жүре алмайтын батпаққа толы. Аяқ астымызда қоқыс, шірген қалдықтар. Ашық арықтарда қоқысқа толы су ағып жатыр. Қазір мысалға менің алдымда кішкене ғана су ағып жатыр. Осы судың иісі де өте сасық. Тұрып қалған судың иісі болады, соның иісі. Бұл жерге адамдар келіп өздерінің киімдерін жуады. Енді жағдай өте қиын. Бұл судың ішіне қоқысты лақтырады, одан кейін дәреттері де бар, үлкен дәрет жасай береді. Енді сұмдық. Мысалы қараңыздар. Мына жерде су, ана жақта біреу киімдерін жуып қалдырып кетіпті ар жақта. Үйлері уақытша өмірге арналған қора секілді. Қаңылтыр мен ағаштан құрастырылған лашықтарда бір бөлмеде бірнеше отбасы тұрады. Ішінде не жарық жоқ, ауасы тар, жеке кеңістік деген мүлде жоқ. Киберадағы үйлерді көрсетіп кетейін. Үлкен болмайды негізі. Көп болса мысалға 4x4, үлкен емес, қараңыздар. Бұл жерде енді кровать. Бұл жерде бізде ештеңе де жоқ деген. Кроваты бар. Мына жерде тамақ дайындайды екен. Пеш бар екен кішкентай. Мына жерде пеш бар. Сүт қайнатып, ішіне шай қосып, солай ішеді екен. Мынау көбісінде шаштары қатты өспейді, сондықтан парик киіп жүреді. Мына жерде киімдері бар. Мына қараңыздар. Мына киімдер, ана күйеуі Арсеналдың фанаты екен, қараңыздар. Арсеналдың формасы, біреу, екеу, үшеу. Арсенал ғой, Арсенал. Арсеналдың, мына жерде қанша формасы бар екен, қараңыздар. Түрлі форма жинау. Мына жерде жаңа жататын орны. Осылай, күйеуімен осында жатады. Көбінесе осында кішкентай үйлерде тұрады, және бұл жерде тоқ жоқ. Бұл жерде тоқ күніне бір-ақ рет немесе аптасына бір-ақ рет келуі мүмкін. Сондай жағдайда бұл жерде адамдар Киберада тұрады. Барып жалғастырайық, Кибераны аралайық. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде қоқыс өте көп. Сол қоқыстың ішінде су бар, сол су астайды. Адамдар сол суға жуынады, және сол суға киімдерін жуады. Енді Баха бұндай нәрсеге үйреншікті. Кезінде өзі де Африка елдерінде болған кезде осындай нәрселерге киімдерін жуған секілді. Негізі болды ма, ондай болған жоқ па? Киім түгіл денемді жуған ондай кезде. Иә. Бірақ иіссіз дегендер ғой.
иісі енді иісі қандай? Бұл жердің өзінің бір өзгеше иісі бар, өйткені Даравияда болған кезде оның иісі бөлек, бұл жердің де иісі бөлек. Бұл жерде көбінесе сол тұрып қалған судың иісі. Суға көп нәрсе қоқыстар лақтырған кезде соның бір ерекше бір иісі болады ғой. Тұрып қалған қоқыс болады ғой, бір ай, 2 ай, 3 ай тұрып қалған. Соның иісі шығып жатыр. Анау Даравиде көбінесе су жуынған кезде, бірдеңе қылған кезде судың бәрі ана арықтармен ағып кетеді да. Бұл жерде арықтардың бәрі толып қалған қоқысқа. Су өтпейді, су қатты тұрып қалған, сол иісі бар жатыр да. Әлі күнге дейін бұл жерде адамдардың үйлерінде дәретхана жоқ, сондықтан көбісі қоғамдық дәретханаларға барады, және қоғамдық дәретханалар кейде адам көп болғандықтан бұлар пакетті алып, сол пакеттің ішінде үлкен дәрет болады екенде, сосын сол пакеттерді алады екенде үйдің шатырының үстіне лақтырады екен. Баяғыда болған ондай, қазірде сондай қызықты нәрсені әлі қолдануда. Мысалға, қазір жоғары жақтан қарасаңыздар, мына жерде біреудің дәреті, біреудің дәреті тұр. Міне қоғамдық дәретхана ол жабық тұр. Сондықтан халық бұл жерде дәрет болса шатырдың үстіне лақтырады екен. Бұл жерде енді әр үйде дәретхана болмағандықтан кейін ең басты мақсатымыз даладағы дәреттерге аяғымызбен басып кетпеу. Қазір біз осы Киберада орналасқан мектептің біріне кіреміз. Мектептің іші қандай екен, соны сіздерге қазір көрсетеміз. Мынау мектеп. Балалар осындай кішкентай жерде сабақ оқиды екен. Осы мектептерде көбінесе балалар ағылшын тілінде оқиды екен. Хай, Джамбо. Хабари. Нзури-сан. Сава. Хай, Джамбо. Хабари. Осы мектеп туралы бірнеше сұрақ қойсам бола ма? Әрине. Мектеп қаншалықты үлкен? Бұл мектеп балабақша деңгейінен бастап бастауышқа дейін. Қай сыныпқа дейін? 1-ші сыныптан 6-ші сыныпқа дейін. Мұнда қанша бала оқиды? Барлығы 136 бала. Жақсы екен. Бұл Киберадағы жалғыз мектеп пе? Жоқ, Кибераның ішінде негізінен мектептер өте көп. Олар негізінен 3 санатқа бөлінеді. 3 санатқа. Және біздің мектеп Аббит Скул санатына жатады. Сонымен қатар жеке меншік мектептер бар, және мемлекеттік мектептер бар. Мемлекеттік мектептер көп емес. Әрі олар лашықтағы бүкіл халықты қамти алмайды. Сол себепті жеке мектептер мен осындай Аббит мектептер пайда болған. Жеке мектептерде ата-аналар көп ақша төлейді. Мемлекеттік мектептерде үкімет балаларға қажетті жағдайдың бәрін қамтамасыз етіп береді. Ал біздің мектеп сол екеуінің ортасында тұр. Біз көбіне сырттан көрсетілетін көмектерге сүйенеміз. Себебі барлық баланы мемлекеттік те жеке мектептерде қамти алмайды. Және де сондықтан да біздің мақсат қолдан келгенше балалардың барлығы мектепке баруларына барынша мүмкіндік жасау. Сіз осы мектептің бас мұғалімісіз бе? Иә, мен директормын және бас мұғалімімін. Балаларға қандай пәндер оқытасыздар? Бізде бірнеше оқыту бағыттары бар. Математика, жаратылыстану ғылымдары, әлеуметтік пәндер, дене шынықтыру және денсаулық сабағы бар. Сонымен қатар біз балаларға психологиялық бағыт-бағдар, кеңес беру сабақтарын да өткіземіз. Өйткені балалар өте қиын ортадан келеді. Оларға бағыт-бағдар қажет. Бұдан бөлек бізде Homeroom Lessons деген арнайы бағдарлама бар. Балалар таңертең мектепке келгенде алдымен осы сабаққа кіреді. Себебі олардың әрқайсының үйдегі жағдайы әртүрлі. Кейбірі түнді ауыр жағдайда өткізеді. Және де сол себепті біз алдымен олардың көңіл күйін бір деңгейге келтіреміз. Кешегі түннің қалай өткізгенін сұрап, ішкі күйін реттейміз. Осыдан кейін ғана негізгі сабаққа көше бастаймыз. Үздік оқушылар тізімі бар ма? Қазіргі қолданылып жатқан жаңа оқу жүйесінде біз балаларды рейтингпен
мүлде салыстырмаймыз. Қазір бағалау ұпай арқылы жүргізіледі. Ал бұрынғы жүйеде оқушыларды бір-бірімен салыстырып, рейтинг жасайтынбыз. Алайда ол жүйе қазір толығымен тоқтатылды. Иә. Қазір біз Кибераның мектебіндеміз. Кибераның мектебі енді өте кішкентай жерде орналасқан екен. Екі жақтан екі қабырға қысып тұрады, және бір қабырғада енді санасақ 4 кабинет бар екен. 4 кабинеттің ішінде әртүрлі пәндерді балалар оқиды. Бұл жерде бұл бастауыш сыныбы. Артқы жағында мешіт орналасқан екен. Осындай кішкентай мектепті енді мен өмірімде бірінші рет көруім. Жігіттер, адам болмайсыңдар сендер. Құртасыңдар жастарды сөйтіп. Қазір бізді кет бір қызық жерге келді. Жігіттер дейді да, сендер Кибераға келсеңдер, сендер бір нәрсені көру керексіңдер дейді. Бұл күшті нәрсе дейді. Енді бұл біздің Кибера, Найроби, Кениядағы адам міндетті түрде көретін нәрсе дейді. Не ол деп қазір бара жатырмын. Жүрген жүрісім осындай өте қауіпті. Бұл жерде отыр жігіттер. Бақа қолына бір пакеттер ұстапты. Бақа, не ұстап алдың сен қолыңа? Бұл қолымда кат. Кат? Бұл күш беретін шөп. Қандай күш береді? Бұл андай шайнаған кезде бар ғой, кәдімгі супермен болып кетесің ғой, күшің көбейіп, жүгіріп, төбелескен келіп кетеді. Бұл не өзі? Бұл кат, оны шайнасаң адам өзін сергек, жеңіл сезінеді. Көп адамдар оны демалу үшін қолданады. Көңіл көтеру, ойды жинақтау, тіпті медитация сияқты әсер береді. Бұл өсімдікті шайнаудың әсері әртүрлі. Өмірде стресс көп, қиындық көп қой. Сол қысымды аздап жеңілдету үшін адамдар могочаны қолданады. Сондықтан бізде кат жаман нәрсе деп саналмайды. Жоқ, керісінше, пайдалы. Бұл есірткі ме? Жоқ, оны толықтай есірткі деуге болмайды. Бірақ кейде ой санаға әсер етуі мүмкін. Адамның басында бірнеше сағатқа дейін әсері сақталуы мүмкін. Шамамен бірнеше сағат. Кейін әсері басылады. Адам қайтадан қалыпты күйіне келеді. Бұл зат ойды тыныштандырады, денені босаңсытады. Сондықтан біз үшін кат жақсы нәрсе. Кат жақсы. Өте жақсы. Бұны бар ғой, катты сағызбен шайнау керек, өйткені каттың шөптің несі, жапырақтары қатты қышқыл болады. Мен кезінде соны жеп көрдім, Эфиопияда болған кезде. Бұлай олар шайнайды да, бұлай сумен жұтады екен. Ал Йеменде негізі оны көп жейді, көп шайнайды. Мына жер кәдімгідей, мына жерлер ысып тұрады, қатты толтырып алады. Ал бұл Кенияда қатты сағызбен қосып шайнап. Good. 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 It's a good thing. I like it. Yeah. Hey. Give me gum. Give me the gum, you know. Сағыз Stop берейін. my I need to start chewing, okay? I'm late. Бұны мен көрмеймін, бақа көрем дейді. Одан қасында біздің едіміз қазір кайфовать етеміз дейді ғой, кайфовать етеді. Кәдімгідей кайфовать етеміз дейді. How is it? Good, brother. Good? I like it. Бұны былай. Кір қолмен берді маған. Сөйтіп, бұл жерде осы катта жастардың көбісі, адамдардың көбісі осы Кенияға келген кезде, Кенияның өзінің азаматтары осы катта шаршағанда шайнайды екен. Мен ойлаймын, ол біздің насыбай сияқты. Достар, осындай нәрселерді қайталамаңыздар. Бақаның артынан қайталамаңыздар.
қандай сезімдесің? Өте керемет. Жақсы ма? Иә. Иә, ішкі сезімді сипаттауға жеткізер сөз таба алмай тұрмын, бірақ жақсы. Түкірмейсің ба? Бұның ең маңыздысы бар ғой, шыққан шырыны бар ғой. Жұту керек та, сол кезде жаңағы әсер етеді. Оны насыбай сияқты насыбай нең астына, лебің астына салып, не аласың ғой, түкіріп тастайсың. Ал бұл жерде түкіруге болмайды, бұл жерде шырын жұту керексің. Негізі қазір артында жігіттер шөп шайнап отыр. Бұны түстен кейін көбінесе осы жергілікті халық түстен кейін ғана түскі асын жеп болғаннан кейін шайнайды екен. Кішкене рахаттану үшін, кішкене демалу үшін. Ал баха болса таң атпай ар жақта демалып отыр. Дұрыс қой, саяхаттаған кезде бұл жергілікті елдің бәрін көру керек қой. Бірақ мен бұны көрмеймін. Баха жыртың етіп күліп отыр. Риза болып отыр ана жақта. Палау жегісі келіп тұр. Одан бөлек палау жейсің ба? Онда барып қазір палау іздейік осы жақта. Достар, тағы бір қызықты факт айтып кетейін. Мысалға, көптеген Европа елдерінде, Қазақстанда адамдар өз киімдерін қайырымдылық қорларға береді. Есі келген киімдерді мысалға. Сосын қайырымдылық қорлар осы киімдерін бәрін жинап алып, осындай Африка елдеріне әкеп сатады екен. Мысалға, бір самолет жібереді, сол самолетті мысалға тонналап сатады киімді. Сосын бұл жердегі адамдар сол киімдерді базарда болсын $1, $2 сатып алады. Мысалға, біз оны Қазақстанда second hand деп айтаймыз, бірақ бұл жерде ол second hand емес, екінші қолдан емес. Үшінші, төртінші, бесінші қолдан сатып алуы мүмкін. Сол енді осындай үлкен бір бизнес. Енді бұл жердің есін айта алмадым. Су өте лас, сасық, құсқым кеп тұр. Баха, тәбетің қашып кетпеді ма? Sorry. Иісі страшный болып отыр ғана, кәдімгідей. Мен барған Үндістанда Даравиде болған кезде бар ғой, ондай қатты иіс шықпайтын еді. Айже кәдімгідей көзі ашып кетті былай. Қой берші, палау жегім келіп отыр мен. Тәбетің қашқан жоқ па? Палау жегім келіп отыр. Кәдімгідей тәбетің қашатын сияқты ғой. Палау жегім келіп отыр. Палау іздеу керек. Окей. Мен Даравида болдым. Мумбайдағы ең үлкен лашықтарды қазір Киберадамыз. Енді айырмашылығы екі түрді. Мысалға, бұл жерде кішкене иісі сасық иіс көп. Өйткені бұл жерде қоқыс көп Даравидан қараған кезде. Және Даравидің өзінің ішінде үлкен бизнес. Ішінде миллиондаған доллар ақша жүреді. Ал бұл жерде, мысалы, Кибераны бүйтіп салыстырып қаратын болсақ, бұл жер кішкене бәрі жалқаулау ма, кішкене андай релакста жүреді бәрі. Менің ойымша бәрі соны шөпті жеп алғаннан кейін рахаттанып, баяу істейді жұмыстың бәрін. Сол қазір шығып, артта үшеуі кайфовать етіп кетіп баратыр. Қазір кішкене тағы. Мынау әлі палау жегім келеді. Әлі палау жегім келеді. Қоймай қойды. Қазір барып палау іздейміз. Палау табамыз деген ойдамын. Енді күн ыстық. Таңертеңгі суық болғандықтан кейін мен өзімнің үстіме осы қалың киім киіп алдым. Бірақ қазір Киберадан шыққаннан кейін шешемін деген ойдамын. Қазір біз Кибераның тағы бір жеріне келдік. Бұл жерде кеше ғана мына жерде үйлер болған арызда. Сол үйлердің бәрін қиратып тастапты. Неге қиратты десеңіздер, бұл жерде мысалға пойыз жүретін жол бар. Сол жол үйлерге кішкене қатты андай зақым тиеді демекші, сындырып тастапты бәрін. Адамдар сол сындырылған үйлердің бәрін қайттан жинастырып жатыр. Міне, поезд жүретін жол мына жерде. Мына жердегі бүкіл үйлерді қиратып тастапты.
келіп осындай мысалға телефонға чехолдарын сатады. No, it's fine. It's good. Ештеңе. Бұл жердің бәрін қиратып сапты. Бұл жерде енді осы пойыздың жолында адамдар өздерінің заттарын шығарып сатып жатыр. Бұл жерде енді ағаш сатып жатыр, біреулер болса су сатып жатыр. Одан кейін кейбіреулер киім, кейбіреулер мысалға диван, төсек орындарын сатып жатыр. Енді жағдай өте қиын. Мысалға міне қасымызда темір жол. Күніне 3 рет бұл жерден пойыз өтеді дейді. Мысалға қараңыздар. Міне мына жерде сатып жатқан заттары. Міне мына жақта диван бар, төсектер бар, ар жақта толған қоқыс. Мына жерде өздерінің де заттарын сатып жатыр. Мысалға кәдімгідей лашықтар десеңіздер, лашықтар баха. Бағана камераны көріп қасымызға адамдар жүгіріп кеп камераны тартып алмақшы болды. Бірақ та біздің гидтің қасында жүрген достары, бұл бәрі таниды екен. Адамдарды, сендер бұлар туристер, біздің проблемаларын бәрін көрсетіп жатыр. Көп жасамаңды құтырмаңдар деп адамдарды басып жатыр. Жағдай осындай. Артта кәдімгідей мысалға міне қоқыстар. Қоқыс. Осы көріністерді көрген сәтте жүрегім шым ете қалды. Ішіңнен еріксіз Қазақстанымда туылғаныма шүкір дейсің. Мұндағы халықтың жағдайы тым ауыр. Бұл кедейлік туралы әңгіме ғана емес. Өмір үшін күрес. Біз жолмен өтіп бара жатқанда кенеттен өрт тұтанып кетті. Қара түтін аспанға көтерілді. Адамдар сабыр сақтауға тырысады. Бірақ көздерінде қорқыныш бар. Себебі мұнда өрт тосын жағдай емес. Ол күнделікті қауіп. Бір сәтте бәрінен айырылып қалуың мүмкінсің. Ішінде адам болмаса болды деймін да. Бұл бір үй жанат болса, қалған үйдің бәрі жанып кетеді қазір. Кет бара жатсақ, бұл жерде үй жанып жатыр. Қазір бір үй жанса, қасында тұрған бүкіл лашықтар да жануы мүмкін. Сондықтан адамдар жиналып бәрі көмектесіп жатыр өшіруге отты. Бұндай жерлерде бар ғой, үйлер жайдан жай жанбайды негізі. Біреу өртеп кеткен ғой әдейі. Өйткені бұл жердегі адамдар кішкене не қылып жатыр да, азайтып жатыр да трущобаларды. Мына жерде басқа нәрсе салады. Торговый центр салама, бірдеңе салу керек. Сол үшін жандып кете салады да, сонымен болды. Мына адамдар қазір сөндіріп келді. We are happy you did a good job. Мынау жігіттер жаңа от сөндіргендер жақсы жігіттер екен. Қазір бақаға енді палауын таптық. Да, мен көрсетейін.
міне пилау деп жазып қойған. Палау жейміз қазір, палау. 14 күн көрмеген палауымды жеймін. Кеттік. Дайындап отыр. Дайындап жатыр палау. Иісін айтса иісін бір қырап шығып тұр, қол жуып жерік кел. Қазір көптен күткен палау жейміз. Баха бүгін күні бойы палау жегім келеді деді. Енді қазір сол палауды Баха жейді. Менің тәбетім қашып кетті. Мына иісін бәрін сезіп бүкіл жерде қарап тәбетім қашып кетті. Сондықтан Баха ғана. Мен палау жеймін қазір. Армандап жүрген палауыма жеттім. Жамбо. Қысқасы, бұлай қазан тұрады, қазан үстіне жаңағы леген, алюмин леген, үстіне және андай түрлі көмір қояды, ана ыстық болып тұрсын деп. Қазір көреміз. Қазір палау келді. Палау енді біздің Қазақстандағы палауға ұқсайтындай, бірақ ұқсамайды. Қазір соның дәмін көрейік. Міне. Еті бар, үстіне бар. Палаудың үстіне ашық жұрық қояды екен, қараңыздар, қызанақ, пияз, сол бәрі біздің палау сияқты. Қолмен жеймін мен. Enjoysan. Бұл Кения. Қарның дәмді ашқап дейсің. Қарным страшно ашты ғой. Осы палау күткенім айтсай. Өте дәмді, өте керемет. Ал қазір болсақ қалаға оралайық. Баха, қалай? Палауға тойдың ба? Палауға тойып алдым бай. Жалғым кеп кетті ғой, палауды көргенде бар ғой. Қаным жүгіріп кетті кәдімгідей. Кайф. Палау күшті. Ана үстіндегі ашық шұжықпен топ. Ет көптеу болғанда үстіне қағазы кеткенде вообще топ болады. Керемет, енді осы кибера лашықтар туралы бір-екі ауыз сөз қорытынды айтып кетсең. Онша емес дегендей. Ұнамады ма? Ұнаған жоқ. Иісі ұнамады. Былай адамдар нормально айналада жаңағы әңгімелесіп, неғып. Бірақ адамдардың арасында енді жақсысы да бар, жаманы да бар. Бізге анау Бағана бізге төбелеспекші болды. Бізге кеп жабылып, сендер не түсіріп жатсыңдар деп. Сосын қасымызда тұрған жігіттер кеп бізге көмектесіп, сендер түсіре берсін, бұлар көрсін, ел көрсін, жер көрсін деп. Сол видеоны қоямыз қазір. Ана жақта ерегесіп. Мен ерегесінің ортасында мен болдым. Баха сырттан дұрыстап түсірмеген ғой, жәрі соңын ғана түсіріп алған. Ана жерде тағы жеп қалсаң мен қаласың ғой ана жерде. Дәу, амбалдай қара балдар. Кәдімгідей былай тұрып алған ғой. Не істеймін бір өзім. Сен қашып кетесің ғой камерамен. Жоқ, өйткені бұл жерде 1 миллион адам тұрады бұл жерде. Сол 1 миллионның ішінде 2 ақ зунго. Иә, 2 ақ жігіт жүр, соны көзге тез түсесің да. Сосын сондай. Мына жерге келетін болсаңыздар, көп болса жаңа 3-4 сағат жетеді. Айналаны көресіздер да. Бірақ көп адамдар иісінен қашады бұл жерде. Иісі енді адам өлтіретін иіс. Сол келетін болсаңыздар 1-2 сағатқа келіп көріп кетіңіздер, одан кейін болды, кете беріңіздер басқа жаққа. Иә. Енді иісі деген ол. Бауырсақ міне. Бауырсақ күшті, палау күшті. Иісі онша емес. Бірақ автобусы күшті ғой? Айтшы, автобустар күшті, иә. Автобустар да күшті. Кибера біз үшін жай ғана лашық емес, сезілген ауыр шындық. Бұл жер бізге кедейлікте емес, адам тағдырын көрсетті. Осы сапардан кейін өмірге басқа көзбен қарайсың. Қолыңдағы барға шүкір айтуды үйренесің. Туып өскен жеріңнің, тыныш таңның, қауіпсіз кештің қадірін түсінесің. Біздің шығарылымыз мәресіне жетті. Келесі шығарылымда біз Кенияның тайпаларымен танысамыз. Алдыңғы Найроби туралы шығарылымды көрмесеңіз, міндетті түрде қараңыз.